Әмеңгерлікпен қайнысына тиеу үшін өз күйеуін өлтірген әйел. 3 бөлім. Бір күні кешке Абзал қалаға барып келіп, қолына бірнеше сыйлық дорбасын ұстап кірді. Әдетінше есіктен кіре сала, ауылдың сәні кіріп тұр екен, деп Айнұрға көзін қыса жымиып қойды. Айнұр үй тірлігімен айналысып жүрген, бірақ оның бұл сөзіне еріксіз күліп жіберді. Абзал асықпай қасына жақындап, «Жеңеше, сізге бір кішкентай сыйлығым бар. Сіздей сұлуға лайық дүние ғой», деп кішкентай қорапты ұсынды. Айнұр абдырап қалды. Арман дәл осы сол кезде үйде болмағандықтан, оның бұл әрекеті ерсі көрінді. «Ой, ерке бала, неге әуре болдың?» деп сыпайылық танытқанымен, ішкі толқынысын жасыра алмады. Абзал күлімсіреп, «Сіз менің жеңешемсіз ғой, өзіңізді еркелеткенді ұнатпайсыз ба? Арман аға сізге көп сыйлық жасамайды деп ойлаймын. Сол үшін мен кішкене көңіліңізді көтерейін дедім», дейді. Айнұр ішіндегі қызығушылығын жеңе алмай, қорапты ашып қарады. Ішінен әдемі орамал шықты. Жұмсақ әрі нәзік матасы қолына тигенде өзін ерекше сезінді. «Рахмет ерке бала, бірақ мұның қажеті жоқ еді», деді дауысы дірілдей. Абзал еркелей күліп, «Сыйлықты кері қайтаратын адам бар ма, жеңеше? Жай ғана менің сізге деген құрметім деп қабылдаңыз», деді де басқа бөлмеге қарай кетіп қалды. Айнұр сыйлықты қолында ұстап терең ойға батты. Абзалдың мұндай әрекеттері оның ойында түрлі сезімдерді оятатын еді. Ол енді қайнысына бұрынғыдай қарауға қинала бастады. Айнұр күннен күнге Абзалға бауыр басып бара жатқанын сезсе де, өзін тоқтата алмады. Оның әзілдері, еркін мінезі, қашанда көңілді жүруі Айнұрдың ішкі дүниесін біртіндеп жаулай бастады. Бұрын ауыл тірлігіне кіріп, үйренісіп жүрсе, енді ойы Абзалдың айналасынан алыстай қоймады. Абзал сыйлаған орамалды басынан тастамайтын болды. Орамалдың жұп-жұмсақ матасы тек басын ғана емес, жанын да жылытып тұрғандай көрінетін. Кейде айнаға қарап отырып, өзіне жарасында екенін байқап, күлімсірейтін. Арман оған орамал таққаны үшін ештеңе демегенімен, Айнұрдың көңіл күйіндегі өзгерісті байқамай жүрген секілді. Абзал да мұны аңғарғандай. Айнұрдың көңілін көтерудің жаңа жолдарын тауып, күн сайын түрлі сыйлықпен жайлы жылы сөздер айтып, оның жанынан табыла беретін. Бірде әсел әзілдеп, «Жеңге, осы сен бұл орамалды басыңнан шешпейтін болып едің ғой, сонша ұнады ма?» деп сұрады. Айнұр сәл қысылып, «Иә, матасы да жақсы екен, жайлы», деп жауап берді. Сол кезде ас үйге кіріп келе жатқан Абзал бұл әңгімені естіп, жымиып, «Әрине, жеңешеме лайық орамал ғой, мен таңдап алған соң жаман болуы мүмкін емес», деді. Айнұр оның сөзінен кейін өзіне өзі ұрсып, іштей бәрі білетіндей көрініп жүргенім бе деп алаңдап қалатын. Бірақ Абзалдың ерке күлкісі мен ашық мінезі оның қайта өзінен тартып алатын. Түнде Арман жұмысынан кешігіп келгенде, Айнұр ішіндегі өзгерістерді білдіртпеуге тырысып, жайдары жүруге тырысатын. Бірақ Абзал есіне түскенде жүрегі ерекше соғатынын өзі де сезіп жүрді. Арманның қойнында жатып, Абзалды ойлайтын күнге жетті. Араға 1 жыл салса да, Айнұр сәби көтере қоймады. Арман болса, тезірек әке болғысы келетін. Абзалдың жеңгесіне деген сыйластықпен айтқан жылы сөздері мен әзілдерін Айнұр басқаша қабылдай бастады. Ол Абзалдың әр әрекетінде, әр көзқарасында ерекше мән бардай көрді.
іштей өз сезімін мойындағысы келмесе де, күн өткен сайын қайнысының жанында өзін бақытты сезінетін түсінді. Абзалдың ешқандай арам ойы жоқ екенін білсе де, оның жақындығы Айнұрдың жүрегінде алаулай бастаған ерекше сезімнің оянуына себеп болды. Ол өзін тоқтатуға тырысқанымен, қайнысының жанында өзін ерекше нәзік, ерекше маңызды сезінетінін байқады. Арманның салмақты мінезі мен сабырлы өмірі бір қалыпты болса, Абзал Айнұр үшін жаңа бір әлемдей болды, жеңіл, көңілді, еркін. Кейде Айнұр оның үйге кірген дыбысын ести сала, жүрегі еурекпіп, қолындағы жұмысын тоқтатып, есікке қарайлатынды шығарды. Арман жұмыстан кеш қайтатын күндері Айнұрдың ойы мүлде басқа жақта болады. Бір күні Абзал дастархан басында еріксіз: «Жеңеше, сіз ауылға әбден үйреніп кеттіңіз ғой, енді қалаға қайтқаныңызда келмейтін шығар?» деп сұрады. Айнұр оның сұрағына бірден жауап бере алмай, терең ойға шомды. Шынында ол ауылға емес, Абзалға үйреніп қалғандай. «Білмеймін», деді жай ғана күлімсіреп. Абзал мұны жай әзіл деп қабылдап, көңілді жүруін жалғастырды. Бірақ Айнұр үшін бұл әзіл емес еді. Ол күн санап Абзалға ессіз ғашық болып бара жатқанын түсінді. Бірақ бұл сезімнің түбі жақсылыққа апармайтынын ол білмеді. Сол күні Айнұр дүкенге асықпай, көңіл күйі көтеріңкі шығып еді. Бірақ дүкенге жете бергенде көзіне оттай басылған көрініс жүрегін су ете түсірді. Абзал бір бейтаныс қызбен ыржалақтап, тым еркін сөйлесіп тұр. Қыздың күлкісі сыңғырлап, Абзал оған жылы қабақ танытып, әдеттегідей көңілді кейпінде әзілдесіп тұрды. Айнұрдың жүрегі дүрсілдеп, ішін бір ашу буып кетті. Ол өзін сабырға шақырғысы келгенімен, кеудесіндегі қызғаныш бар сезімін жеңіп кетті. «Мен оны күндіз-түні ойлап жүрсем, ол басқа қыздармен осылай күліп тұрады екен ғой», деп ойлады іштей. Абзал Айнұрды байқап қалған жоқ. Ал Айнұр дүкенге кірмей, кері бұрылып жүре берді. Бірақ көңіліне тыныштық орнай қоймады. Жүрегі атқақтап, қолдары дірілдеп, ашудан жарыла жаздады. Оның көз алдында Абзалдың сол қызға қараған жылы жүзді бейнесі тұрды. Үйге жеткенде өзін қолға алуға тырысты. Бірақ көкейіндегі ойлар маза бермеді. «Мен оның жай ғана жеңешесімін ғой, несіне мұнша алаңдаймын?» деп өзін сабырға шақырды. Бірақ ішіндегі қызғаныш сезімі оған басқа нәрсені дәлелдеп тұрды. Ол енді Абзалға жай ғана қайнысы ретінде қарай алмайтынын түсінді. Сол кеште Абзал үйге әрдайымғыдай көңілді кірді. Айнұр оған көзінің астымен қарап, үнсіз шай құйып отырды. Бірақ көңілінде ол қыз кім болды екен деген сұрақ маза бермеді. Айнұр дүкен алдында көрген қыздың түрі көз алдынан кетпей қойды. Үстіндегі сәнді киімі, бетіне жеңіл жағылған опасы, барлығы оның қаладан келгенін анық аңғартып тұрды. Әрине, Абзалға осындай қыздар ұнайды ғой деп ойлады ішінен. Қызғаныштан есі ауған Айнұр сол күні ақ айна алдында ұзақ тұрып, өзіне өзгеріс енгізуге бел буды. Ол бұрынғыдай үй тірлігіне жай ғана орамал тартып ала салмай, шашын әдемі жинап, бетіне жеңіл опа жағып, далаппен өңін әрлей бастады. Алғашқыда үйдегілер Айнұрдың бұл әрекетіне таңырқай қарағанымен, ол ештеңе болмағандай жай ғана өзіне күтім жасайтынын айтып жүрді. «Жеңеше, бүгін бір түрлі құлпырып кетірсіз ғой. Арман ағамызға ұнағыңыз келіп жүрме, әлде басқа біреу бар ма?» деп әсел күлімсірей қалады.
Айнұр сасқалақтап қалды, бірақ сыр бермей, өзімді жақсы сезінгім келеді, ауылда жүрмін деп жүдеп кетуге болмайды ғой, деп жауап берді. Ал Абзал оны көрген сайын, жеңеше, бүгін тіпті қаладағы қыздардан кем түспей тұрсыз, ауылдың сәнін келтіріп тұрсыз, деп әдеттегідей көңілдене мақтап қоятын. Ал Абзал оны көрген сайын, Айнұр оның бұл сөздеріне бұрынғыдай жай ғана жымиып емес, енді шынайы қуанып, тіпті жүрегі дүрсілдеп жауап қататын болды. Оның әр мақтауын өзінше қабылдап, күн сайын одан әрі сыланатынды шығарды. Айнұр күн өткен сайын Абзалдан басқа ештеңе ойламайтын болды. Қайнысының әрбір әрекеті, әрбір жылы сөзі оны өзіне баурап алғаны соншалық, тіпті арманды ұмыта бастады. Күнделікті тіршілікте күйеуінің бар екенін естен шығарып, ойын тек Абзалдың айналасынан, тіпті ол енді Абзалдың көңілін аудару үшін үй ішінде сәнденіп, тағам пісіргенде ерекше дәмді етіп, өзін үнемі жақсы қырынан көрсеткісі келді. Ал Арман болса, жұмыс басты болып, мектептегі міндеттеріне бар уақытын арнап, әйелінің көңіл күйіне назар аударатын шамасы болмай жүрді. Ол таңертең ерте кетіп, кешке шаршап оралатын. Үйге келгенде жылы шайын ішіп, біраз үнсіз отырып, шаршаған түрімен кітапқа үңілетін. Айнұрдың киім киісі мен әрекеттеріндегі өзгерісті байқаса да оған көп көңіл бөлмеді. Әйел адам өзімен айналысқаны дұрыс қой деп қана қоятын. Кейде Айнұр Арманның тым салмақты салқынқанды мінезіне іштей ренжитін. Егер ол да Абзалдай ашық болса, көңіл бөлсе, мен бұлай болмас па едім, деп ойлайтын. Бірақ бұл ойларын өзіне де мойындағысы келмейтін. Бір күні кешкі ас үстінде Арман шаршаңқы дауыспен: «Айнұр, мектепте бір жобамен айналысып жүрмін. Біраз уақыт үйде кешігетін шығармын», деді. Айнұр жай ғана басын изеп: «Жақсы, түсінемін», деп қысқа қайырды. Оның ойында мүлде басқа адам тұрған еді. Ал Абзал үйге кіріп келсе болды, Айнұрдың көңілі жайнап сала беретін. Арманның кешігетініне іштей қуанып, Абзалмен көбірек уақыт өткізуді армандайтын болды. Ол күн сайын Абзалдан жылы сөз күтті. Ал Арман күн өткен сайын оған алыстай түскендей сезілді. Айнұрдың ойы енді мүлде басқа әлемде еді. Ол Абзалды сүйіп қалғаны соншалық, оның жанында болғысы келетінін, үнемі бірге жүргенін қалайтынын түсінді. Абзалдың әзілдері, ерке мінезі, өзіне деген ерекше көңілі Айнұрды елітіп әкетті. Ол қайнысының әрбір сөзін есінде сақтап, оның жанында өзін бақытты сезінетінін байқап жүрді. Бірақ кейде кешкісін жалғыз қалған сәттерінде есіне өзінің Абзал емес Арманның жары екенін түсінгенде жүрегі шымырлап, көңілі босап кететін. «Мен не істеп жүрмін? Арман мені сүйіп, ауылға алып келді. Ол маған сенеді, ал мен болсам», деген ойлар жанын жегідей жейтін. Бірақ Абзалмен кездескен сайын бұл ойлар бір сәтке ұмытылып, қайтадан тәтті сезімге берілетін. Айнұр таңертең төсекте жатып, Арманның баяу тыныстап ұйықтап жатқанын көргенде, ішкі жан дүниесінде бір түрлі өкініш пайда болатын. Ол өз күйеуін сүйгісі, оған жақын болғысы келеді, бірақ жүрегі әлдеқашан басқаға ауып кеткенін түсінетін. Арман оған салқын көрінетін. Тым сабырлы, тым өз әлеміне тұйық, ал Абзал ол мүлде басқа. Бір күні ас үйде ыдыс жуып тұрғанда, терезеден сыртта күлкісі сыңғырлаған Абзалдың бір топ қызбен әңгімелесіп тұрғанын көріп, жүрегі тағы да қызғаныштан шымырлап кетті. Ол менің қайным ғана, мен оған жеңге ретінде қарауым керек, деп өзіне өзі қанша рет айтса да, жүрегіне әмір жүргізе алмады. Айнұр өзімен күресіп, өзін тоқтатқысы келді.
Бірақ Абзалдың әрбір жанасуы, әрбір қараған көзқарасы оны одан сайын елітіп, жүрегіне тыныштық бермей қойды. Түннің бір уағы болса да Айнұрдың көзі ілінер емес. Қараңғы бөлмеде ары-бері жүріп, терезеге қайта-қайта қарап, Абзалдың қайда жүргенін ойлап маза таппады. Осы уақытқа дейін қайда жүр, кіммен жүр деген ойлар жанын жегідей жеп, қызғаныштан жүрегі сыздап бара жатты. Арман төсекте терең ұйқыда, оның баяу тыныс алғаны бөлмедегі тыныштықта анық естіліп тұр. Ал Айнұрдың ойы мүлде басқа жақта еді. Абзал тағы сол қаладағы қызбен жүр ме екен, әлде ауылдың біреуімен қыдырып жүр ме деп өзін өзі жеп бітті.